Ел басына төніп тұрған ауыр кеселмен күресу қазіргі таңда бәрімізге бірдей жүктелген міндет дескен Қазбек би ауылдық округы Жамбыл ауылының тұрғындары ауылға кіріп шығар беткейлерге блокпост орнатты. Әлемді шарпыған COVID-19 инфекциясын алдын алу мақсатында қойылған блокпостта ауылдың ерікті жастары күнделікті кезекшілік етуде. Олардың атқарар қызметі ауылға кіріп шығар көліктерді дезинфекциялап, сақтық шараларын ұстану туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Күніне 15 шақты машина кіріп шығып жатыр. Мүмкіндігі барынша жаңа денсаулыққа, тамақ өнімдеріне байланысты ғана шығарып жатырмыз. Ол өзіміздің ауылымыздың қауіпсіздігі мақсатында ауыл ағаларының ұйымдастыруымен, солардың қолдауымен барлық қоттарды жауып, осы бір қотты ғана ашып отырмыз. Ауылды бақылауда ұстау мақсатында. Сақтансаң сақтаймын деген ғой. Сол әр кірген машинаны, шыққан машинаны дезинфекциялап, қолдарын спиртпен жаңағы шайып, баллондарды хлорлап, мүмкіндігінше сақтанып жатырмыз қолдан келгенше. Кезекшілікке күніне 3 адам, 3 жігіт тағайындалған. Ауысыммен 1 сутка тұрып береді 3 жігіт. Ауыл ақсақалдарының айтуынша блокпосттардан өткен жолаушылардың барлығында денсаулық жағдайына шағымдары болған жоқ. Аллаберген Құлша, Нұржан Сейдазимов, ақпарат Жетісай ауданынан.